Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын холодец дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сиырдың осындай аяқтары қажет болады. Үйден кішкене 200-300 грамм болатын қара кесек еттен салсаңыздар болады. Жақсылап еттерімізді жуып алып 5-6 сағат отта қайнататын боламыз. Қайнау барысында лавр жапырағын, тұз салып дайындап қоятын боламыз. Осылай қайнап 5-6 сағатта пісіп болған соң сүйектен етін ажыратып, майдалап турап алатын боламыз. Алдын ала ыдыстарды дайындап алатын боламыз. Холодецке арнайы шұңғыл ыдыстарды пайдалансаңыздар болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша холодецке сәбіз салып, немесе чеснок, әртүрлі дәмдеуіштер салып жасауға болады. Мен бұл видеода еш нәрсе қоспадым. Өзінің дәмі онсыз да керемет болып шығады. Осылай еттерді алдымен туралған еттерімізді салып, үстінен сорпаны сүзгіден өткізіп құйып шығатын боламыз. Міне достар, кесіп дәмін көрдік, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, үйдегілердің барлығына ұнады. Ас болсын.